Қорқыт ата 8 ғасыр сыр бойындағы Жанкент қаласында, қазіргі Қызылорда облысында дүниеге келген. Ол қобыз атасы, күйші, жыршы, қазақтың алғашқы ақыны Шоқан Уәлиханов. Оғыз тайпасынан шыққан, оғыздардың ақылшысы, сәуегейі болған. Өмірі жайлы нақты дерек жоқ. 1980 жылы Қызылорда облысындағы Қорқыт разъезінде Қорқыт атаға ескерткіш орнатылды. Қорқыт ата кітабы. Бұл шығарма 15 ғасырда жазылған Қорқыт туралы жазба дерек. Оны тұңғыш зерттеуші неміс ғалымы Дис. Қорқыт ата кітабының 2 нұсқасы сақталған. Бірінші Дрезден нұсқасы 12 жырдан тұрады, Ватикан нұсқасы 6 жырдан тұрады. Қорқыт ата кітабындағы жырлар: Қазанбектің ауылын жау шапқаны туралы жыр, Дерсіхан ұлы Бұқаш туралы жыр, Оғыз қаған жыры, тағы басқа.